Құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қасиетті Рамазан айына да аз уақыт қалды. Осы ораза айына дейін жасап үлгеруге болатын 5 амал туралы айтатын боламын. Алла разылығы үшін бір ай бойы ораза ұстауға тиянақты түрде дайындалу аса маңызды. Өкінішке орай соңғы кезде көбіміз оразаның шынайы мағынасын түсінуден қалып бара жатқан сияқтымыз. Заманауи адамдардың көпшілігінің пайымдауынша, Рамазан айы құдды бір тәтті тағамдар мен ұйқысыз түндер айы іспетті. Мұндай адамдар тақуалық пен құлшылықтың үйінен алыстап, қасиетті айды көз бен қарынды тойдыру айына айналдырып, оразаның нағыз мән-мағынасы мен қасиетін сезінуден қалғандай. Алайда оразаның қасиетін жан-тәндерімен түсініп, Шағбан айы келісімен не болмаса Ережеп айынан бастап қасиетті Рамазан айына дайындалатын да адамдар бар. Бүгін Рамазан айы келгенше тындырып қоюымыз керек істер туралы әңгіме өрбітеміз. Ең бірінші оразаның қаза болған күндерін өтеп, қарыздарымыздан толық құтылу. Тақуалардың анасы Айша анамыздың радиаллаху анху былай айтқандығы келтірілген: менің өткен Рамазаннан ұсталмай қалған қаза күндерім болатын еді. Мен сол күндерімді Шағбан айында ұстайтынмын. Хафиз ибн Хаджар бұл хадиске келесідей түсініктеме берген: Айшаның радиаллаху анху ыждағатынан Рамазан айында қаза болған оразаның күндерін келесі Рамазан айы келгенше өтеу қажет екендігін көреміз. Ал екінші, ораза ұстаудың қасиеттеріне байланысты ұйғарымдармен танысу. Рамазан айының алдында ораза ұстауға қатысты барлық шарттар мен қағидалар мен кімдерге ораза парыз етілген, оразаны бұзатын амалдар, адам қай кезде ораза ұстаудан босатылады және де тағы басқа сол сияқты ақпараттар мен міндетті түрде танысып алу керек болады. Үшінші, Рамазан айына дейін барлық істерді тәмамдап қоюға тырысу. Бірінші кезекте, егер сіздің денсаулығыңызда бір ақау болатын болса, онда міндетті түрде білікті дәрігерге қаралуды ұсынамыз. Сондай-ақ Рамазанға дейін қажетті емдеуден өтіп алу қажет. Мысалы үшін, тіс дәрігеріне көріну, өйткені кейбір процедуралар оразаны бұзуы мүмкін. Физикалық жүктемені талап ететін істерді және алыс жолға сапарға шығуды ораза келгенше тәмамдап алуға тырысу қажет. Келесі кезекте отбасының кішкене мүшелерін ораза ұстауға баулу. Балалары бар отбасында Рамазанға дейін және Рамазан кезінде тиісінше жағдай жасап отырған жөн. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам және оразаның қасиеті туралы айту балаларға дініміз туралы көбірек мағлұмат алуға көмектеседі. Сондай-ақ бұл ай балаларды Құран оқу мен намаз оқуға үйретудің ең жақсы мүмкіндігі болып табылады. Бесінші, Рамазан айында оқитын кітаптарды әзірлеп қою. Мүминдерге қасиетті Құранды көбірек оқу ұсынылады. Салама ибн Кухайла былай айтқан: Шағбан айы Құранды оқып үйрену айы. Ал Әмір ибн Қайыс Шағбан айы кірісімен шағын дүкенін жауып, қасиетті Құранды оқуға кірісетін болған екен. Сол себепті қасиетті Рамазан айына дайындалуға асығайық, өйткені Алла елшісі, Алланың рахымы мен сәлемі болсын, сахабалар өздерінің үлгісімен оразаға дайындалудың маңыздылығын көрсетіп кеткен. Егер сіз Құранды өзіңіз оқи алсаңыз, онда тәжвид қағидаларын есіңізге түсіріңіз. Ал егер өзіңізден Құран оқи алмасаңыз, онда жуырда Құранды оқып үйренуді жоспарлаңыз, ниет етіңіз. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірбаянымен танысыңыз. Сондықтан осы кезден бастап Рамазан айының соңына дейін оқылатын кітаптардың тізімін анықтап қойыңыз. Бұл уақытыңызды анағұрлым пайдалы өткізуге септігін тигізетін болады.